Армағайын, төрт қабырғаға баламен күні бойы қамалып, декреттегі депрессияға белшемнен батып отырғанда бір жарқ еткен үміт сыйлаушы ол күйеуімнің жұмыстан келгені. Я, жұмысынан жанұясына жан ұшырып келе жатыр ғой деп күтіп отырамыз. Бірақ Дидар уақытын отбасымен емес, телефонмен өткізгенді жөн санайды. Сіздерге күйеуімнің телефонға тәуелділігін қалай сипаттасам екен? Ішіп отырған тамағы суып қалады, әңгімең тыңдалмайды, сұраққа жауап жоқ. Қысқаша айтқанда, пойызда бөтен адаммен тамақ ішіп отырғандайсың. Жұмыстан келсе де телефонда, тамақ ішсе де телефонда, тіпті сол ішкен тамағын сыртқа шығарса да телефоны қолында болу керек. Айта кетерлігі, соңғы кездері ұйықтар алдында зарядкасын үзеңгілеп, телефонын тақымына қысып жататын болған. Болашақта елімізде телефонды көп ұстаған үшін деген атақ берілсе, күйеуімнің костюмы төсбелгіден көрінбесі анық. Құрметті қыздар, тағдырда таңдаған теңдеріңіз тестостеронын телефонға төкпей тұрғанда тезірек